Сәлем, менің 3-ші сынып оқушыларым. Бүгін бізде жаңа тарау, яғни 6-шы тарау. Unit 6 Explorers and Inventors. Explorers бізде зерттеушілер, ал Inventors олар өнертапқыш немесе ойлап тапқыш деп айтамыз. Осы тақырыпта біз жаңа сабағымызды бастаймыз, оқушылар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Олай болса, 78-ші бетті ашамыз, балалар, кітапқа қараймыз. Кітаптан нені көріп тұрмыз? Зымыран, космонавтты және космонавттың киімін киген оқушыларды көріп тұрмыз, яғни тақырыпты біз түсіндік, оқушылар. Келесі бетті ашамыз, 79-ші бетте, оқушылар қарайықшы. Exploring space, зерттеуші ғаламшар деп аталады. Exercise 1. Look at the picture. Would you like to explore space? Which planet would you like to visit? дейді. Бірінші тапсырманы орындаймыз, оқушылар. Яғни суретке қара дейді, саған ғаламшарды, яғни планеталарды зерттеген ұнайды ма дейді, және қай планетаға барғанды қалайсың дейді. Енді осы сұраққа қысқаша жауап береміз. Yes, I would like to explore space because it's very interesting. I would like to visit Mars. Міне осылай, немесе басқаша қылып, қысқаша жауап беруге болады, оқушылар. Then exercise 2. Listen and read. Екінші жаттығу, бірінші тыңдаймыз, кейін қайталап оқып шығамыз. Екі тақырыпша берілген, оқушылар, екі мәтін мен қазір оқитын боламыз, мұқият тыңдаймыз. Бірінші. The Baikonur Cosmodrome is a spaceport in Kazakhstan, in Қызылорда область. It's near the village of Turde. The world's first satellite, Sputnik. I went into space in 1957. Then in 1961, Yuri Gagarin was the first man to travel in space. Baikonur is a very interesting place to visit. You will learn all about space exploration then and now, and you will feel like a cosmonaut for a day. Бұл жерде Байқоңыр космодромы туралы айтылған, оқушылар, ол Қызылорда, Қазақстан мемлекетінде, Қызылорда қаласында орналасқан, яғни кішкентай Төретам деген ауылдың қасында орналасқан, ол 1957 жылы іске қосылған, және 1961 жылы алғаш рет Юрий Гагарин бірінші адам болып ғарышқа ұшқан, осы туралы қысқаша мәтін берілген. Мен қазір екіншісін оқимын. NASA, the National Aeronautics and Space Administration, began in USA in 1958. NASA's work is to explore space. NASA sends out different spacecraft to explore other planets and to collect information. NASA sent the first spacecraft, Apollo 11, to the moon in 1969. In 2020, NASA will send a spacecraft to Mars, explore to the red planet. That's exciting. NASA деген балалар, яғни ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы деп аталады. Ол Америка елінде 1958 жылы іске қосылған екен, Ол 1969 жылы NASA өзін Apollo 11 деген ғарыш кемесімен Марсқа жіберген, Айға жіберген, осылай. Яғни ұлттық Америка штаттарында орналасқан екен, яғни жұмысын бастаған екен. Міне осыған байланысты тапсырмаларды орындаймыз. Келесі бізде exercise 3. Number the picture, 4 сурет берілген, және 4 сөз берілген. Біз атауларын дұрыс табу керекпіз, яғни ғарышқа байланысты. Мысалға, бірінші space сөзінде бізде ол қайсы келеді, қайсы суретке сәйкес келеді. Space ол ғарыш. Ол C болады, яғни біріншісі бізде C болады. Екінші spacecraft, ғарыш кемесі, ол бізде қай сурет? Spacecraft, ол бізде D. Үшінші spaceport бізде A болады. Және соңғы satellite, ол бізде B болады. Міне осылай үшінші тапсырманы орындаймыз. So next exercise 4 at page 80. Енді балдар келесі 80-ші беттегі 4-ші тапсырмаға қараймыз. Listen, point and repeat and match. Тыңдаймыз, қайталаймыз және сәйкестендіру керекпіз, Мына жерде берілген сөздерге қарай суретті сәйкестендіру керекпіз. Мен бірінші оқып шығам. Visit,
diver, discover, scream, rock, cave, footprint. Visit бізде A суретмен келеді. Diver бізде қай суретмен келеді, балдар? C суретмен келеді, яғни сүңгу. Келесі discover бізде E суретмен келеді, ойлап табу деген сөз. Келесі scream, ол бізде E суретмен, G суретмен сәйкес келеді, яғни ысқыру, scream деген. Келесі rock бізде F суретмен келеді, тас. Келесі cave, ол бізде B суретмен келеді, үңгір. Және соңғысы footprint бізде D суретмен келеді, оқушылар. Міне 4-ші тапсырманы осылай белгілеп шығамыз. Then exercise 5, read and complete, then match, there is one extra sentences. 5 сөйлем берілген, және сарымен берілген сөздердің орындары ауысып кеткен. Біз төбедегі сөздерді қолданып отырып дұрыс жазу керекпіз, және 4 суретке 4 сөйлемді сәйкестендіру керекпіз. Яғни бір сөйлем артық екен, Бірінші мен оқып шығамын, дұрыс қойып. There is a big footprint on the snow. Is it from an animal? Екінші, there is a big cave over there. Do any animals live in it? Үшінші, in the summer, visit my grandma and grandpa in Nur-Sultan. I have a great time there. Төртінші, I want to be a diver because I love the sea. Және соңғысы, there is a flower on the rock. It's cool. Міне балалар осылай жазып шықтық. Енді суретпен сәйкестендіреміз. Бізде A суретіне қайсы сөйлем сәйкес келеді? Үшінші сөйлем, visit деген. Екінші B суретіне бізде 5-ші сөйлем дұрыс келеді, яғни rock, тас деген мағынадағы. Және C суретіне бізде бірінші footprint, ізді білдіреді, және соңғы D суретіне бізде cave, яғни екінші сөйлем, cave сөйлемі дұрыс келеді. Осылай сәйкестендіреміз. Енді келесі бетке өтеміз. 81-ші бетте study spot, яғни ереже. Бұл жерде етістіктер берілген, және артына ed жұрнағын жалғаған, яғни ed, өткен жақтағы ed, барды, келді, аяқтады деген сияқты өткен жақты білдіреді. Және бұл жерде бірінші visit сөзінде visited болады, екінші stop сөзінде P әрпі 2 әріпке болып кетеді, ed жалған кезде stopped болады. Travel, ол жерде де L әріпі 2 болып кетеді, traveled. Like it, play it, study it. Яғни study Y әріпі дауысты болғандықтан ed жалғанда Y әріпі түсіп, орнына I, ed жалған кетеді. Diet, яғни study it. Енді астында мысалдар берілген. I visited my cousin yesterday. We didn't stay at home. We walked on the beach. What did you do yesterday? Яғни бұл сөйлемдердің бәрі өткен шақта. Және де сөйлемді болымсыз жасайтын кезде бізге did деген көмекші етістік керек болады. Яғни did not артына not жалғаймыз. We did not. Және сұраулы сөйлем болған кезде сол did көмекші етістігі алдына шығып жазылады екен. Міне бұл ережені жазып жаттап аламыз, оқушылар. Енді осыған қарай exercise 6 6-шы тапсырманы орындайтын боламыз. Ол жерде read and complete, оқы және сөйлемдерді дұрыс жаз деген жақсының ішінде етістіктер тұр. Біз артына ed жады жалғайтын боламыз. Бірінші сөйлемде Sultan listened to music last night. Екінші, I traveled to Russia last summer. Үшінші, Маржан studied for her test yesterday. Төртінші, Берік discovered a big footprint in the cave. Бесінші, they played tennis last Monday. Және алтыншы, we all danced at Dana's party. Міне осылай жазып шығамыз. Next, exercise 7. Look, read and correct. Қара, оқы және дұрыс жаз дейді. Бұл жерде суретке қарап, отырып сөйлем құрау керекпіз. 7-ші тапсырмада, яғни біріншісін мен жауаптарын оқып керейін. Біріншісі, no, she didn't, she played tennis. Екі, no, she didn't, she painted a flower. Үшінші, no, she didn't, she visited the zoo. No, she didn't, she washed her bike. Және бесінші, no, she didn't, she danced with grandma. Яғни сөйлем қате берілген, біз сөйлемдерді дұрыстап жазып шықтық. Exercise 8 8-ші тапсырмада let's play, яғни бұл жерде екі оқушы болып
кезек өздерінің кеше не істегендерін айтып беретін болады. Бұны өзгертіп жаза беруге болады. Балдармен бір-екі мысал қалдырып кеттім. Мысалға, yesterday I played basketball, yesterday I played badminton. Міне осылай жалғастырып кете беруге болады, оқушылар. Барлық тапсырмаларды орындап болдық. Енді activity book, яғни жұмыс дәптерді ашатын боламыз. Ол жерде 6-шы юнит, яғни 58-ші бетте at page 58 explores and inventors. Exercise 1, what are they made of? Look, read and choose деп берілген. Яғни бірінші тапсырмада мына берілген заттар неден жасалынған соны табу керекпіз. Бірінші беріліп қойыпты a wood, яғни ағаштан. Екіншісі металдан, я. Үшіншісі пластик, және төртіншісі металл. Осылай белгілеп шығамыз. Келесі бізде exercise 2. Read, choose and complete. Оқып, мына мәтін берілген, оқып, қасындағы суретке қарап отырып, біз дұрыс сөзді қойып шығу керекпіз. Мен қазір бірден қойып, оқып беретін боламын, балар. I'm a big and round. I'm made of metal. I fly into space. I take astronauts with me. They wear a special uniform. It's great to get close to them. Stars, and what am I? I'm a spacecraft. Міне осылай тапсырманы орындап шықты. Енді келесі бетті ашамыз. 59-ші бетте exercise 3. Rearrange the letters, write the words. Орын ауысып кеткен, яғни шатасып кеткен әріптерді дұрыс қойып, біз суретке қарап дұрыс жазып шығу керекпіз. 3-ші тапсырмада жазып шықтық. Бірінші visit, екіншісі cave, үшіншісі diver, төртіншісі footprint, бесіншісі rock, және алтыншысы scream. Міне осылай жазып аламыз. Next, exercise 4. Look, read and write sentences. Use wash, visit, walk, play. Мына сөйлемдерді дұрыс жазып шығу керекпіз. Суретке қарап отырып, оқушылар. Яғни ол жерге қызылмен берілген wash, visit, walk, play деген сөздерді қойып жазу керекпіз. Біріншісі берілген, қазір оқып шығамын. Cindy and Alan didn't visit their friend. They visited their grandma. Енді екіншісін өзіміз құраймыз. Philip didn't walk to school. He walked to the park. Үшіншісі, Amanda didn't play basketball. She played tennis. Және төртіншісі, Sally didn't wash her bike. She washed her dog. Міне осылай жазып шығамыз. So our last exercise 5. Read and match. Бұл жерде сөйлемдерді оқып, сәйкестендіру керек, оқушылар, яғни сұрақтардың дұрыс жауабын жазып кету керек. Бұл жерде мен 6 сұраққа жауаптардың бәрін жазып шықтым. Сол бойынша әріптерді қойып, дәптерге көшіріп аласыңдар, оқушылар. Осымен сабағымыз аяқталды, жарайсыңдар. Барлық тапсырманы бірге орындап шықтық. Каналға тіркеліп аламыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.